Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз табада пісетін пайдалы пицца әзірлейтін боламыз. Өте дәмді, оңай жасалу жолмен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ол үшін бізге кәді, қаймақ, ұн, тұз және жұмыртқа қажет болады. Салмасына қызанақ, қияр және шұжықты пайдаландым. Кез келген басқа затпен алмастыруға болады. Қосымша ірімшік пен кетчуп қажет болады. Толық қажет заттарды видеоның астына жазып кетемін. Ең алдымен жуылып тазаланған кәдімізді сыртын аршып, ортасындағы дәндерінен тазалап аламыз. Мендегі тазаланған кәдінің салмағы 530 грамм болды. Тазаланған кәдімізді үккіштен өткізіп аламыз. Оған жарты шай қасық тұзымызды салып, дұрыстап, мұжып, араластырамыз. 5-10 минут қойып қоямыз, сол уақытта суы шығады. Кәдінің шыққан суын төгіп тастаймыз. Үстінен 1 жұмыртқа, 1 ас қасық қаймақ және 4 ас қасық ұнымызды салып, дұрыстап араластырамыз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Салмасын әзірлеп аламыз. Қызанақ, қияр, шұжығымызды турап, ірімшігімізді үккіштен өткізіп аламыз. Қызып тұрған табамызға майымызды жағып, кәді қоспамызды саламыз. Мен 2-ге бөліп алдым. Табаның түбіне 1 келкі етіп жайып аламыз. Қақпағын жауып, кәдінің беті әбден кепкенше 7-10 минут шамасында пісіріп аламыз. Арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қой. Кәдінің беті әбден кеуіп піскен кезде басқа қақпақты немесе тақтайды пайдаланып, видеодағыдай етіп аударып аламыз. Табамызға қайтадан кішкене май жағып, кәдіміздің екінші жағын аударып саламыз. Бетіне кетчупымызды жағып, дайындаған салмамызды саламыз. Ең бетіне үккіштен өткізілген ірімшігімізді сеуіп, қақпағын қайтадан жауып қоямыз. Ірімшігіміз еріген кезде біздің пиццамыз дайын болады. Дәмі өте дәмді. Сіздер де әзірлеп көріңіздер. Ас болсын.